Маңғыстауым, киелі өлкем, алтын далам, теңізіңде көлің, суың алтын маған, қымбат маған әрбір уыс топырағың, ақ қолыңда қарғаңды ұшқан қарқылдаған. Кең көңілді, еш уақытта тарқылмаған, біздерде бар жайсаң жандар жарқылдаған. Қамтыса да бүкіл елді мұнайымен, түбі құрып, түбі түсіп сарқылмаған. Адалдықты мақсат еткен адайлықтар, шындық үшін құрақ құрып жан тулаған. Не өтсе де басымыздан деп тілеген, сақтай көр деп тек қана халқымдаман. Ойың терең, қырың биік, Маңғыстауым, жеркіндігі аталған әр қыстауың. Жер жәннаты айналдың көшкен елге, қия алмай сенде ғана қалғыштадың. Жұмбақ жайлап аңыз өрген киелі өлкем, сені бәрі ұшқан құста сүйеді екен. Жусан иісі аңқыған кең даламның мәртебесін мен жырыма тиек етем. Адай халқым елімнің арысындай, жүйрік аттың бәйгедегі шабысындай, өр мінезді адайдың өжеттігі, адай атты күйінің қағысындай. Ауылыма кімдер келіп кім кетпеген, бабаларым ұлы сөзін діңгеттеген. Ұрпақтары әуелі Алла деп сыйынып, 362 әулиесін құрметтеген. Бұл ауылдың келіндері сәлем салып, салт дәстүрін еш уақытта кірлетпеген. Қонақ жай ғой Маңғыстаудың аналары, жүзі жылып төрге шық деп төрлеттеген. Кішілері үлкендерді құрмет тұтып, үлкендері ізеттеуді міндеттеген. Жан досым деп сыйласқан азаматтың арасынан жіп түгілі қылды өтпеген. Пәк қой шіркін, тіпті тасы да, таулары да ішіне сыр бүкпеген. Киелі өлке Маңғыстауда тудым демек, қасиетті топырағына кірмектенем. Біздің ауыл қазақ тілді қорқылмаған, сыйлаған ана тілін құрметпенен. Халқымның табанынан су кеткенмен, елімнің жүрегінен жыр кетпеген. Нұрсая Нұрмахамбетқызы.